Қарабау, Ибрайсы, Бош, сол жердің бәрі суға батыратын еді. Жігіттер мына Нұршарықтан ауылға су кірді деді ғой, кәдімгідей кірді деп айтып жатыр. Ауыл жоқ қой. Кімге сеніп, кімге сенбейтінін түсіну қиын. Но Кульсары, к сожалению, не смогли. Бүгін бізбен бірге болған адам ертең күні келмей қалады, уже түсінеміз. Балдың астында ұйықтап демалып аламыз. Генератор, рация, фонарь. Атыраудың үстін толықтай суда жатқандығы. Сол кезде менде бір солқылдақ ой болды. Смело айтуға болады. Өнер өлмейтін болса егер, өмір жалған емес. Неге олай, неге олай? Өрге қиян, төмен оңай. Үміт алдан таңнан келер. Маңдай теріңнің бағасын уақыт өзі берер. Адамдар алып бермей саған айды, санаңнан аса алмаған жарамайды. Енді бәрі қолда, 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 қолда. Енді бәрі қолда, 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 қолда. Су тасқыны деген бір тақырып біздің облысымызда бастаған сәттен бастап біздерге әрдайым дайындықта жүріңдер деген бұйрық келді. Қашан, қай уақытта, қайда кетеміз, немен кетеміз деген сұрақтарға ешқандай жауап тапқан жоқпыз басында. Осы жай ғана дайын болыңдар. Әртүрлі частьтен, мысалы, әртүрлі аудан бар, әртүрлі ауданның өрт сөндіру бөлімдерінен 4-5 адам дайындап қойдық, спискасын шығарып. В случае чего осы адамдар барасындар деген сияқты. В Актубе этой ночью экстренно эвакуировали жителей дачных массивов, расположенных вблизи рек. Ақтөбедегі үлкен су келе жатқандығы және де Қызылқоға ауданына қауіп төндіретіндігі көзіміз жеткеннен кейін облыстан күштер жіберілген болатын. Облыс әкімі орынбасары Қайрат Талапұлы бастаған бір топ үлкен команда болып сол аяққа аттанды. Төтенше жағдайлар департаментінің басшысы. Объявили о том, что в Яйклинском водохранилище начинается вода, уже переполнено все. И они сбросы делают. Сколько там? 1000, потом 800, потом 1000 кубометров в секунду, потом 1500. И уже начали уходить же районы там местные под воду. Помню, у нас вот Западно-Казахстанской области аулы ушли, Актюбинский, и вот уже подходит к нам, Кызылкугинский район. Жаңалықты интернет, инстаграм желісінен естідік. Бірақ енді басында ондай көңіл бөлген жоқпыз. Жылдағыдай су келеді, кетеді деген сияқты. Сондай оймен жүре бердік негізі басында. Енді өзіміздің чат бар, өрт сөндіру бөлімінде, WhatsApp-та, сонда бөлім басшысы жазып жібереді. Осындай су тасқыны болғалы жатыр деп болжамдап жатыр. Соған ерікті түрде кімдер барады деген сияқты. Мен қатты мән берген жоқпын негізі басында. Как обычно өтеді де кетеді деген сияқты. Қорқыныш болған жоқ, өйткені Миялы соңғы 3 жыл бойы су келіп жүрді. Естеріңізде болса, 3 жыл, оның алдында 2 жыл қатарынан жолдар жүрілді. Бірақ жылдағыдай бір жағдай деп ондай қатты үрей болған жоқ. 3 жыл қатарынан біздің ауылға су келіп отыр да. Енді наурыз айының 27-сі күні жалпы ауыл белсенділері бар, жалпы әкімшіліктен болсын адамдар айтып отыр да, ауылға бұйырса су келу қаупі бар, соған дайындалу керек деген сияқты. Енді ол жаңалықты естіген кезде мен өзім қалада болдым, бірақ 28-сі күні осы ауылымызға көмектесу мақсатында ауылға жолға шықтым. Ең бастапқыда кәдімгідей үрей болды ғой. Мен ойладым, қаладан қаншама адамдар қашып жатыр, бәрін көріп жүрдік. Бүгін бізбен бірге болған адам ертең күні келмей қалады, уже түсінеміз, кетіп қалған бәрін. Сол кезде менде бір солқылдақ ой болды. Біздерге кетсек қалай болады деген. Помню, позвонил Махмуд Аташевич, сказал, мы, говорит, собираемся толпой, едем, говорит, уже туда, в Кызылкугинский район.
Они ехали уже, собрать с собой мешки нужны были, я помню, они там 50-60 тысяч мешков уже с собой забрали. Лодки, продукты, вещи, все уже прям загрузились, ребята. А он говорит, ты, говорит, оставайся здесь в городе, здесь тоже с ребят собирай. Ауылға келгеннен кейін ең бірінші нәрсе манағы соғып жатырған бөгеттерді көру болды да. Енді ол жерде қарапайым халықта, мемлекеттік қызметкерлерде барлығы жүрді. Енді ең бірінші менің ойыма келген нәрсе, енді сол кезде инстаграмды кішкене де болсын жүргізіп жүргеннен кейін, осы инстаграм арқылы ауылдың жастарына, еріктілерге бір сөз айтайын, насихаттайын, ауылға көмектесін деген ниетпен видео түсіріп, стористерге салып жариялап бастадық. Сөйтіп ең алғашқы ол біздер 28 наурыз күні анық есімде Мақат ауданынан Атыраудан келе жатқан эшелонға біздер қосылдық, сол 5 адам болып. Біздер Миялыға кетіп батырдық. Енді ЧС-тің Атыраудан адамдары келді, қаладан біздің жерлестеріміз келді. В общем, кәдімгідей байбаланға түсіп қалдық. Біздер Миялыға келген кезде ситуация қызық болды. Вроде все нормально, но с одной стороны бәрінде андай кішкене не бар, тревожность бар. И андай халықтан сұраймыз ғой, типа қалай болып жатыр, не болып жатыр деген сияқты. Жыл сайын келеді ғой, вроде нормально кетеді ғой деген сияқты. И бәрі айтады, типа 93 жылы тоже осындай су тасқыны болды дейді. И бізде осы жылдан да тоже солай өтіп кетеміз дейді, ешқандай қиналмай деген сияқты. И тағы ойланасың. В общем, в целом атмосфера была такая спокойная. Ол кезде ең бірінші келген ой, ауылдың басын қалай жұмылдырсам болады деген сұрақ туындады өзіме шынайы. Енді бізде рация жоқ, ол кезде ойға келмеді ма білмеймін. Сол кезде Миялы су тасқынына қарсы деп группа аштым. Таңертең 8-ден бастап біздерде сразу басылып кетті. Сразу қапшықтарға распределение. Біреу қапшық ұстап тұрады, біреу топырақты сол қапшыққа салады, сол біреу қапшық тасиды, короче. Сондай распределение сил средств жасап тастадық. В общем, ағанет бізге осындай топырақ керек, осындай жерге осындай адамдар керек деген сияқты нәрсеме айтқан кезде, былайша айтқан кезде группаны ұйымдастырып отырдым. Әкімдік ең бастысы сол қызылқоғалықтардың бірлігінің арқасында ең үлкен қауіп төндірген жаңағы Миялы елді мекеніне, Миялы ауылындағы жанынан өткен суды төтеп беретіндей жұмыстар ұйымдастырылды. Өздеріңіз білесіздер, жолдар жырылған болатын, ауыл толықтай қоршалған болатын. Бұл жерде қалада дағы белсенді азаматтар атсалысып, сол кезде біздер алғашқы жаңағы қапшықтарды іздей бастадық. Сол жаққа осы белсенділермен болып бір топ гуманитарлық көмектер ұйымдастырылған болатын. Қалада тұратын жерлестеріміз бар, ағаларымыз бар, кәсіпкерлер бар, қарапайым халық бар, барлығы ұйымдасып, қаржылай ақша жинап, және материалдық көмектер жинап, енді қапшық, күрек, тағысын тағы не бар, қазір ойыма түсіп жатқан жоқ, бірақ не бар, не қажет болды, соның барлығын ұйымдастырып жеткізіп отырды. Енді су келген кезде бізде Сағыз бен Миялының екі ортасында асфальт жарылды. Сол кезде бізде көлік қатынасы тоқталды. 18 адамбыз, там примерно 2-ге бөліп тастады. Сендер день жұмыс жасайсыңдар, сендер ночь жұмыс жасайсыңдар деген ондай жоқ, короче. 18 адам 24 сағат сол жерде жүреміз, короче. Балдың астында ұйықтап демалып аламыз. 30 күні вечером су прям жақындады. Прям ауылға плотно жақындады. Кең даланың полный су алып тұр, короче. Как будто мы на берегу моря были. Сондай ощущение болды. Уже халыққа, тұрғындарға бәріне айттық. Бала-шаға, әйелдеріңізді жайлап қалаға жіберіңіздер. Таңертең 8-де барсам, уже 15-20 сантиметрден көтерілген. Ол уже судың алдыңғы легі келе бастады деген сөз. Енді түннен шыққан ауыл уже кешегідей көп адам байқалған жоқ та. Группаға ойбай жігіттер, ауыл тұрғындары, белсенділер, келіңіздер. В общем, судың деңгейі көтеріліп жатыр деп видео жібереміз. Уже ауыл әбетте дейтін лық толды ғой. Әр участке қадалды. Кәдімгідей әркім өзінің орнына бекітіліп, су дейтін жарты сағаттан көтеріліп жатыр ғой. Тік 15, 20, 25, уже 1 сағат, 2 сағат сайын судың көтеріліп жатқаны білінеді. Бізде мына
Жангелди мен екі ортадағы көпірді үстінен су өтеді ғой кәдімгідей. Миялы Жангелди ортасында көпір. Көпірімізден айырылдық. Осындай жағдай болып отыр. Халықтың ұйымшылдығы да ғой енді полный организовали полностью техниканы, акиматтан да беріліп жатқан техника бар, халықтың өзінің араларынан шығып жатқан техникалар бар. Тамақ то же самое обеспечение, местныйдан да обеспечение болып жатыр тамақтар. Қарапайым тұрғындар өздерінің үйлерінде қазанға пісіріп, бізге жан-жаққа таратып беріп жатыр. Бауырсақтарын таратып беріп, бәрін таратып беріп жатыр. Соны көре тұра, сенде уже андай болады да. Бірлік деген сөздің андай көрінісі осы жерде екен деген сияқты. Сол үшін балдарды ана жерде уже шашап, ұйықтап, өлейін деп жүрсе де, до конца андай қапшықты тасып, аппаратшыны апарып, қайтадан келіп, топырақтарын сол қапшықтар қайтадан салып, қайтадан барып, сөйтіп 31 күні, 30-нан 31 күні өттік, 31-нен біріне, немесе 30-нан 31-не күні түні, вот это действительно была война для нас. Мана бізде айналма жол дейтін хит болып кетті енді, көбіне стористе, инстаграмда, жалпы Қызылқоғада су келді деген адам айналма жол дегенді біледі ғой кәдімгідей. Ана жерде на последние дни ғой, су прям балдың бүйтіп ілкілдеп тұрған кездерінде уже әркімнің нервысы кетіп жатыр, мінездері шыға бастап жатыр балалардың. Біреу ауырып қалып жатыр, біреулерінде жаңағыдай әртүрлі причиналары бар, чтобы ничего не делать деген сияқты. Қорқынышты кәдімгі. Мына астындағы мөшектер кетіп қалды уже, мына мөшектер астында 2 рет па 3 рет па кетіп қалды уже. Мына шығып кетейін деп соғып тұр. 3 қатар, 4 қатар қапшық соғылды. Былайша метр, дамбыдан метр. Содан 3 сантиметр артық су келсе, яғни 5 сантиметр артық су келсе анадан уже ауыл суға кетеді. Халық бар күшін берді. Осы қандай күш қуат, қандай жететін деңгейге дейін халық төтеп берді. Одан артық су келетін болса 5 сантиметр. Уже ауыл кіретін еді ауылға. Халықпен бірге совместно жұмыс жасап, терімізді төгіп, барынша қолымыздан келген тасып атқан кезде, уже қасымыздағы балалардың бағана шаршауы, мінездері, қарындары ашқандары, оның бәрі ұмытылды. До конца сол жердегі суды ұстап, халықпен бірлесіп, өзіміз честный адамдар болып, сол халықпен бірлесіп, сөйтіп Миялны аман-есен алып қалдық. Ең қызықты жағдай, бір күні күн шықты ғой. Прям на восходе күн шықты. Яркое, прям красивое. Прям восходты встречать еттік қой бізде. Кеше біздің жігіттер жұмыста болған жоқ. Кеше біздің жігіттер жергілікті тұрғындармен бірігіп соғыс алаңында болды. Неге соғыс алаңда? Себебі тілсіз жаумен соғыстық біздер. Реально сондай жағдай. Соғыстан құдай сақтасын әрине, но сондай бір ощущение болып жатыр. Неге десеңіз, кеше күн бұлтты және де жан-жақтан трактордың дауыстары сондай болады. Бүгін керемет күн шығып, құстардың дауыстарын естіп, кішкене сондай болып жатырмыз. Және де осындай бір керемет көрініске ие болып жатыр. Кішкентай балалар велосипедпен ойнап, сол кезде кешегі істеген еңбегіміз ақталғандай бір сезімде болып отырмын. Осылар үшін екен ғой оказывается деп. Сондай бір керемет көрініске ие болып отырмыз ағайын. Жұртымыз аман болсыншы, самое главное. Бір күні су деңгейі 5 сантиметрге түсті ғой, 3 сантиметрге түседі ғой. Ауылдың жаман болғанда ғой, группада. Су деңгейі түсіп жатыр, в общем, 3 сантиметр түседі деп, адамда бір расслабление пайда болады, жай бір еркіндік пайда бола бастады да, 3 сантиметрдің өзі кәдімгідей ауылға қуанышты. Уф, Аллаға шүкір, в общем. Бірақ босаңсуға болмайды, әліптің артын бағу керек. В общем, ана ойлы жақтан тағы да бір су келе жатыр деген сияқты сөздер естіле бастады да. Бірақ манағы су түсіп жатыр деген сөз,
В общем, ауылды бүткіл қуантты ғой. Өте рахмет айтқым келетін нәрсе ол Миялының халқы. Атырау облысы Қызылқоға ауданында тасқын судан қауіп сейілді. Ойыл өзенінің деңгейі төмендеген. Ауылды басу қаупі жоқ дейді мамандар. Миялыны енді құтқарып қалыпты дегенде әрине бәріміз қуандық. Қуанып жүріп, бірақ жанталасып біз өзіміз бөгет соғып жатырмыз, бәрін естіп жүрміз. Қызылқоға отстояли ребята. Вообще местные все там были. Вообще без жителей там ничего. Ну, я думаю, сами народ просто спас. В окружении прям дамбу все собрали и прям отстояли. Это вот первое то, что выиграли. Но Кульсары, к сожалению, не смогли спасти. Атырау облысы Жылой ауданында Жем өзенінің деңгейі көтеріліп, елді мекендер мен Құлсары қаласындағы ықшам аудандар су. Атырау облысында Жем өзенінің деңгейі көтеріліп, арнасынан асып жатыр. Осыған байланысты Жылой ауданында жағдай күрделі. Амансыңдар ма, туыстарыңдар қалайсыздар? Жағдайларың қалай? Біз өте шүкірміз. Аманбыз. Кетпейді деп үйімізден айырып қалдық қаянда. Сасқан үйрек артымен жорғалайды деп. Ештеңе де алмаппын. Алмасыратын киімімізді алмай қалыппыз. Дүниесі құрсын, малы құрсын, адам аман болса олар деп. Ресми органдар, біздер, соның ішінде аудан әкімдіктері алдымен гидрометеорологиялық қызметтің ақпаратына сүйенеді. Ал Қазгидромет сол сәтте су көп, бірақ жаңағы критический отметка деген ұғымды түсіндік, сол критический отметкадан аспайды деп беріп отырды. Бірі, екісі, үші, төрті сол Миялының жақын ауылдарына бір күн түнеді, 2 күн сөйтіп сондай режиммен жұмыс жасап жүрген кезде расымен де судың көлемін түсінген сәтте Құлсарыға су кіруге 1 күн қалды. Түнгі 2-де біздер шамамен түсіндік, что судың үлкен екендігін. Облыс әкімі жедел Құлсары қаласына шығып кетті түнгі 2-де. 4-нен 5-не ауысатын күні бізді в срочном порядке Құлсарыға дислоцировать етіңдер деген сияқты приказ келді. Таңда жетіп, аралап, үлкен проблема тудыратын түсіндік. Сол сәттен бастап біздерде андай ғой, Миялыны бітіреміз, потом по своим местам службе кетеміз деп ойлап отырық қой. Өзіміздің жұмыс істеп жатқан жерімізге қайтадан барамыз, демаламыз деген сияқты. Жоқ, сол состав обратно су тасқыны Құлсары, короче. Как будто бір сериалдың 2-ші сериясы басталып жатқан сияқты ғой. Компаниялар, соның ішінде Теңгешевро компаниясының бүкіл техникасы жұмылдыра басталды, техника бөгеттер салу үшін. Потому что Құлсары 4 күні түнде полный. 20-30% су басты. Но микроинатырау бүгітті жар жүртті онан қара. Микроинатырау полный суға кетіп жатыр. Бейсі, апрельдің бейсі. Қалған ауылдарын белгілі бір деңгейде сақтайтындай мүмкіндіктер жасалды, енді оны объективті қазір қарайтын болса. Біздер енді кеше осы су тасқыны басталды деген, су келді деген күннен бастап осы жерде жұмыс жасап жатырық. Осы мынау 2-ші ауыл елді мекендері. Километрдің үстінде мешекпен 3 қатардай қаладық. Ендігі мақсатымыз қазір 3 қатар жүргізгеннен кейін енді таңға дейін мешектарымызды қаптаймыз. Ертеңгі таңертеңге дайындығымыз. Біздің жігіттердің, жас балдардың, үлкендердің жүргенінің мақсаты осы ауылды аман сақтап қалу. Біз елдің қамы. Басқа ештеңе де жоқ. 2-ші глава басталады су тасқынының, потому что Құлсары это вообще нечто. Жаңа су кірген сәтте эвакуация туралы да шешімді ауыр қабылдауға тура келді. Өйткені эвакуация беру бұл белгілі бір деңгейде халықтың арасында өте үлкен алаңдаушылық, бұл жерде паника тудыруы мүмкін. Бірақ бермеген жағдайда қандай қауіп киім болатын сол сәтте болжап айту мүмкін емес. Яғни бұл эвакуация бермей адамдар сол жерде сақтап қалып. Жеке автокөліктермен көршілес облыстарға қазірден бастап шығып кете беруіңіз керек. Ал сонымен қатар қазір теңіз кен орнына орналастырылатын азаматтарымыз үшін автобуста ұйымдастырып жатырмыз. Енді сондай
полный эвакуация дегеннен кейін судың мәселесі қаралмайды уже. Болды, полный эвакуация. Біз Құлсары қаласын азаматтарымызды аман есен алып қалу үшін ұстайтын болатын болсақ, адамның шығынын алып келе ма, жарақаттарын алып келе ма, оны да түсіну мүмкін емес. Сондықтан да бұл үлкен психологиялық та былай бір әкімшілікте шешім, бірақ сол шешімді әріптестермен бірлесіп қабылдап эвакуация жарияладық. Сол сәтте бірнеше мың адам автокөлік кіріп келе жатқан кезде Құлсарда бері қарай, қалаға қарай шығып келе жатқан машиналардың санын көрсеңіз, там не одна полоса, не две полосы, там уже 3, 4, 5, 6, 7 жолақпен встречный машина. Біздерге жол жоқ, мы вот так мына жақтан бұрылдық да, и 8-ю полосу создали, и солмен бардық қой. Көп адамдар сол Маңғыстау облысына қатынап кетті сол күндері. Кейбір адамдар сол су кірген түні таңда біздер осы тұшумен бүкіл подрядчиктарын жинап алып, келіссөздер жасап, Теңгиз қалашығындағы босаған жатақханаларға орналастыру туралы шешім қабылдап, 2-3 сағатта бұл мәселе шешіліп, жатақханалар ашылған болатын құлсарылықтар үшін. Олар тамақтандыру, тұрып-ұстау, гуманитарлық көмек сияқты мәселелер сол сәтте жедел шешіліп отырды. Құлсарға кіріп келе жатқан кезде заправка бар, арна деген заправка бар. Сол полный напор деген ұрып тұрғаны судың жостық шайып жатыр. Сонымен келдік, Құлсарда СПЧ-2 деген мамандырылған өрт сөндіру бөлімі бар. Сол базада біздер қоныстадық. Ол жақта уже руководительдердің на уровне заместитель департамента болды. Сол кезде уже бөлінді полный команда. Мысалы, мен уже ол кезде Трикол деген машина бар, вездеход. Трикол деген машина бар, мен старшымын, водителім бар, и бір командир отделения, бір өрт сөндірушім бар, спасатель. 4 адам болып, мен уже сол бригадада жұмыс жасадым, жұмысымды дәл солай атқардым. Уже мен 18 адамға жауап берген жоқпын уже. Бұндай қаланың суда кетуі бұл Қазақстан тарихында да болмаған шығар. Сондықтан да қалған елді мекендер үшін, соның ішінде Атырау қаласы үшін үлкен уайым болды. И қорқыныш пайда болды. Расымен де бұндай болып қалуы мүмкін бе? Өйткені біз Құлсарының мысалында көзіміз жетті, что жаңағы гидрометеорологиялық болжамдар қате болуы мүмкіндігін. Ал бізге де қала бойынша жаңа айтып отырмыз, критический отметкіден аспайды деп айтып, күн себепті болжам береді. Біздер қалай оған сенеміз, егер де Құлсарда болжам орындалмаса. Сондықтан да сол кезден бастап қатты уайымдадық. Халықтың да менің ойымша осы Құлсарда болған жағдай үшін адамдарды да сене бастаған шығар, что осындай жағдайға бірігуіміз керектігін. Құлсарыны басып кеткен кезде уже серьезно, қарқынды болып, потому что Құлсарыны кетеді деп ешкім ойлаған жоқ негізі. Себебі ана жақта тұшуы бар, үлкен техникалары бар, жетеді деген сияқты, потому что оларға келатқан Ақтөбедегі су бізге Ресей қаласынан келатқан су. Енді ол жақ жеммен өтіп кетеді деп ойладық, жеңіл желп. Бірақ ондай болған жоқ. Түн ішінде кіріп кетті су. Содан уже ажиотаж басталды. Басында енді андай қорқыныштар болды. Қаладан үйдегілерді жібереміз ба деп, үлкен кісілерді 2 метр, 3 метрде түсілді келгенде. Сондайға дейін көтеріледі деп, бірінші этаж, екінші этаж кетіп қалады. Канализация жасамайды, су болмайды, свет болмайды, газ бәрі отключение болады дегесін. Понимая то, что в Клинское водохранилище огромная вода идет, и это опасно действительно, я свою семью, лично я отправил в другой город, как и многие другие. Тем, чтобы быть на передовой и помогать, и не отвлекаясь, не думать. Потому что тут и семья, и город, и ты должен определиться здесь. Я думаю, что многие правильно поступили, что отправили свои семьи. С этим шутить не надо. Вот, Құлсары же ушел, и никто не поверил, что он уйдет до последнего. Қатты үрей болды ғой. Қатты үрейлендік. Не болар екен, қалай болар екен деген үрей
түнімен ұйықтатпайды. Біреу оқыс келіп есігімізді тереземізді соқса, қашыңдар деп хабарлап жатқан сияқты, менің өзімде сондай үрей болды. Адам алып қойды, құнды заттарымыз алып қойды, документтеріміз алып қойды үйдің ішінде. Біз уже андай костюм бар, гидрокостюм. Полностью киіп аламыз да. Үйлеріне барамыз, керек нәрселерді алып береміз, керек адамдарды тасимыз. Сондай жұмыстар атқардық. Құлсарда енді көп үй суға кетті ғой. Бір адамның үйіне документтер алып қойды да, сол документтерді шығарып алуға кетіп жатырмыз. Мына осындай сулармен мына жерде тұрған үйдің ішіндегі документтерді алып шығуымыз керек болып тұр. Оңай шығар емес, көреміз қалай болады. Техника кішкене ауыр. Келтірген залал бұл 2700-ге тарта тұрғын үй судың астында қалды. Қазір енді 300-дің үстінде кәсіпкерлік нысандар судың астында қалды. Құлсарыдан кейін жалпы енді адамдар осы сәуірдің басында менің ойымша халық түсіне бастады. Расымен де қаламызға қауіп төнгендігін, өңірімізге қауіп төнгендігін. Біз әзірге жұмылып, техникамызды іздеп, қапшықтарымызды іздеп, басқа да құрал-саймандарды сатып алу, басқа да жұмыстармен еткенде атыраулықтардың жұмылып, өздері кірісіп кеткендігін атап өткім келеді. Авангардтың тұрғынымын, өзіміздің группамыз бар, белсенді 400 адам бар. Сонда тұратын авангард тұрып кеткендер бар. Солармен уже сөйлесе бастадық, уже ақылдаса не істейміз деп, қалай істейміз, штаб ашамыз ба, өзіміз барамыз ба деп. Сосын бағанағы белсенді ретінде мені жіберді өздері. Акиматтың біліп қара, сен кішкене қоғаммен кішкене жақсысың ғой деп. Сосын акиматқа барып, біліп уже серьезность. Су қатты келіп жатыр, қарқынды келіп жатыр дегесін уже шаруа басылып кетті біздерде Атырауда. Негізі өзім Бірлік шағын ауданында тұрамын ғой. Бірлік шағын ауданының өзім бір WhatsApp тобы бар. Сол жерде дүрлігіп әңгіме жүріп жатыр. Бәріміздің жүрегімізде үрей, қорқыныш, қайтсек болады, отбасымызды көшіреміз ба басқа қалаға уақытша деген сияқты. Сондай бір үлкен сол жерде әңгіме жүріп жатырғанда мен Жұлдыз, Томарлы шағын аудандарының ер азаматтарының бәрі бөгет соғуға кірісіп кеткенін естідім де, сол Жұлдыз, Бірлік жоқ, Жұлдыз бен Томарлы жаққа кетіп, сол жақта қапшық қаптасуға көмектесіп, мен бастапқыда қапшықтардың аузын ұстап жүрдім. Жігіттер салады, біз ұстап жүрміз. Сол жерде сосын штаб құрылды, палатка тігіліп, ер азаматтарға ас сусыз болмайтыны, себебі 24-те 7 сол жерде қызмет жүріп жатты ғой. Сол жерде тамақ пісірілу басталды. Сосын тамақ пісіруге қарай біздер ауыстық. Сөйтіп жүргенде бір 10-15 күннен кейін біздің Бірлік шағын ауданының ішінде WhatsApp қарауға шамамыз жоқ, бірақ бір ашып қалсам, ертең Бірлік жаққа түсеміз деп біздің Бірлік шағын ауданының белсенділері айтып жатыр екен. Солармен бірге Бірлік жақ бетке түстік. Менде андай бір сезім болды, маған қандай вызов түседі екен деген. Гадать етесің, отырасың, естіп атасың рациядан, допустим. Біз сияқты командалар бар да, там 3-4 команда бар, аналогичный біздермен. Олар естіп атасың рациямен. Островокта бір адам алып қойды, соны іздеп жүрміз деген сияқты. Тағы естіп атасың, біздер батып жатырмыз, біздерге дополнительный көмек керек. И біз гадать етеміз, бізге қандай өсіп түседі екен, қандай сложности өсіп түседі екен. Мен соны істей алмай қалсамшы. Мен егер соны жасаймын деп, мен өзімнің адамдарымды бір жерлерін, допустим, жарақаттап алсамшы деген сияқты сондай бір ойлар келеді. Сол жерде 130 ер азамат болды, солармен бірге 2 әйел адам ғана бардық. Біреуі мен Әлия, екінші Мәншүк деген апай. Ол жақта енді ас су жоқ, дым жоқ, палатка ештеңе құрылмаған. Сосын Мәншүк апай түске қарай басым ауырып тұр деп кетіп қалды. Содан келе алмады. Ал мен сол кешке дейін сол жерде жүріп, Бірліктің қыз-келіншектеріне хабарласып, біздерге тамақ жеткізіңдер деп. Оған дейін бұрын Жұлдызда 10-15 күндей бірге болып қалдым ғой палаткада.
сол қыз келіншектерге барып біздің жігіттерді тамақтандырасыздар ма? Ол кезде оразаның кезі, сол аузы ашықтарды сіздер тамақтандырасыздар ма деп сұрап, өтінішпен барып, сол жақтан түскі астарын бергізіп, кешкі асқа өзіміздің бірліктің қыз келіншектерінің әкелген тамағын күттік. Кешке бірліктің қыз келіншектері қазан ошақтарымен, бүткіл ыдыстарымен келіп, сол жерден басында жүрген жалғыз әйел адам мен болғандықтан, Али апа, енді не істейміз деп менен сұрайды ғой. Мынаны былай істесек қалай болады деген сияқты сұрақтармен маған келе берген соң мен енді сол жерде автоматтық түрде көшбасшы болып кеттім де, былай істеңдер деп сол күннен бастап мен қазан аяқ жағын қолға алдым. Мен қолыммен бір ай бойы тамақ пісірдім деп өтірік айта алмаймын. Ол жерде қыз келіншектер болып, мен соларды басқардым. Жасым 57-де, мүмкіншілігі шектеулі жанмын. Бірақ соған қарамастан, осы тұрғындармен бірге атсалысу үшін, осындай оның үстіне және жастарға бір мотивация, күш беру үшін осылай жүрмін. Енді өзім күні бойы осындамын. Өзім басқа шаруаға қатты мынандай мешок қаптауларға оған әлім келмесе де, мына қазан ошақтың басын басқаруды өзім мойныма алдым басшылықта. Бұл жерде де тамақты, келген тамақтарды және кіріс пен шығысты да бір есептеп тұратын адам керек қой. Сондай жағындамын, және мына басшылық не бар, не жетпей жатыр, не артығымен толығымен келіп жатыр, соны жоғары жаққа әкеліп жатқан волонтерларға хабарлап дегендей сондай жұмыстарында әйтеуір пайда қасып жатырмын, қалып жатырған жоқпын. Жетпей жатқанды жеткізем. Сондай таңертең келем, кешке кетем, ал балам осының басында күні түні жасап жатыр. Енді жолдасым екеуміз жасымыз оған енді шаршаймыз ғой. Сондықтан түнделетіп кетеміз, таңертең бірақ қайтып келеміз. Солай жүріп жатырмыз енді. Ал менің мына подружкам сөйлеп жіберсе, бұл енді елбасына төнген нәубет қол, табиғат апаты, оған ешкімді кінәлай алмаймыз шындығында. Бірақ сол кезде бәріміз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осылай жүрміз енді. Атыраулықтар жақсы есінде болса, 93-94-те ата әжелеріміз, әке-шешелеріміз айтып отырады, үлкен қалада судың тасқыны болды деп. Сол кезде осы елді басқарған, еңбек еткен деген ардагерлерді жинадық. Соның ішінде Нұрпейіс Мақашев деген ағамыз, ол қала әкімі болған, Атырау қаласының 93-94 жылдары. Бейсен Қуанов деген осы танымал су маманы, су шаруашылығын басқарған көп жылдары. Едіге Сабуров деген қазір белгілі гидрогеолог маман. Ардагерлермен кездесуде ардагерлер айтқан, ертеректе осы 2 жыл тасқын болғаннан кейін біздер карта жасалды деп, су мамандарымен. Сол карта бір жерде болу керек деп. Сол түнімен азаматтар іздеп, Қазводхоз деген мекеменің архивінен сол карта табылды. Сол келесі күні маған сол басшысы алып келді. Сол картамен бірлесіп, әріптестермен танысып, сол видео түсіріп, кейбір аудандарға, нелерге осы картаға негізделіп жұмыс жасайық деп жіберген, кейін жерге тарап кетіпті. Біздер енді акиматқа барғаннан кейін біздің өзіміздің жолдас жігітіміз бар, Олжас Сұлтанов деген. Сол бауырымыз штабты құруға манағы неден шештік біздер, онкология больницасының шарбағынан құрдық, үлкен палаткаға бастадық ең бірінші. Содан құрып видео түсірдік. Жолданатымыз, өзіміздің Инстаграм желісінде Авангард Атырау деген өзіміздің парақшамыз бар. Сонда белсенділер болып бәріміз видео жолдадық. Халыққа, Авангард тұрғындарына барлық. Себебі көбі білмейді, үлкен кісілердің бана естейтіні бар, естімейтіні бар ол жағдайды. Сол видеоны жүктедік те, штаб осы жерде деп айтылды. Тез өзіміз құрдық. Ешкімді күтіп отпай, өзіміздің қорымыздан қапшығымызды алып, күрегімізді алып, кім не алып келе алады, сол жерде дайын бастап кеттік. Ең осы штабты ұйымдастырдық, сол картаға негізделдік. Қалада қай жерде қалай бөгет соғылғандығын тағы бір архивті көтере отырып, кезінде қаланың басшылары жайықты бойын белгілі бір мөлшерлерін бөліп мекемелерге тапсырып бекіту жұмыстарына жұмылдырған екен.
Біздерде де сол жоспарды негізге алайық деп шештік. Қазір енді қала көлемі шамамен 3 есеге көлемі үлкейді. Бізге бергені больницалар, стратегический объект. Онкологиялық больница бар, банағы үлкендер ауруханасы бар, балалар ауруханасы бар, сосын банағы психдиспансер. Сол жерде банағы біздер соны қорғау керек болды. Соны қоршадық қаппен басында. Содан кейін уже бана бөгет құру керек деді бізге уже. Тек больницаны емес, уже жағадан бастап. Бізде рембаздан алып, бұрылыстан ары қарай кеттік бана пешеходный мостқа дейін. Серьезность басталып кетті. Мен жерде енді басында 60-70 адам жүрдік біздер сол жерде. Авангардтың тұрғындары өзіміздің банаға қаржымызға өзіміздің қорымыз бар, кішкентай. Қапшығымызды алдық, күрегімізді алдық, кім көмекті салады деген сияқты. Соны уже бана өзіміздің парақшамызға салып бастағаннан бүкіл тұрғындар шыға бастады. 2-ші микрорайон, 3-ші микрорайон, 4-ші микрорайон бана лесхоздан 5 жасар баладан бастап. Да, молодец. Атын кім баланың? Алдияр? Алдияр, нешедесің сен? Бестесің ба? Мынау кім, апан ба сенің? Да? Сіздің қызыңыз ба? Мамамен келдің ба? Ай, молодец, Алдияр. Қаяқтықсың, Алдияр? Қайсыда тұрасың? Авангард конечкеде ма? Нешедесің сен? Бестесің ба? Молодец, молодец. Сен деген геройсың ғой, Атыраудың, білесің ба? Қаланы қорғаудың жоспарында 110 белгілі бір учаскеге бөліп тастадық. Жайықтың жағалары мен каналдарды болса. Және де осы әріптестерімізбен отырып 100 түрлі мекемені анықтап, оның ішінде мемлекеттік мекемелер, үлкен кәсіпорындар, түрлі ұжымдарды осы 115 қателеспесем 115 нүктеге бөлдік. Әр учаскеге мекен болады. Қазір бүкіл су, нөпір су қалаға келе жатыр. Ең үлкен салмақ енді қалаға түседі. Абырмен қараған ситуация болды менде, бірақ ол ситуация өте қорқынышты болды. Мысалы, сол машинамен біздер адамдар келді, өзіп берді, сол адамдарды салып алдық сол машинаға, гражданский адамдарды. И олардың баратын жерлеріне кетіп бара жатырған кезде жаңағы біздің автокөлік дөңгелектері жерге тимей қалды уже. Чисто на плаву кетіп қалдық. На плаву плаваем, короче, вот так. Каждый столбқа соғыламыз, и крутит нас, короче. Сөйтіп айналып келіп, газдың трубасына ілініп қалдық, былай осылай тұрдық. И благо, что қасымызда қайық өтіп бітті. Біздің сотрудниктар. И благодаря им іштегі адамдарды сол қайыққа түсіріп, қауіпсіз жерге көшірдік. Мен сол қайықпен обратно келдім де, өзімнің водителім бар ғой, соған келдім. Сол қайықпен сүйредік машинаны, сол қайықпен машинаны безопасный жерге апардық. Сол процесс болып жатқан кезде, бұл эксклюзив негізі, сол процесс болып жатқан кезде ана жаңалық болды ғой, трактормен әкесімен баласы қайтты ғой. Сол тракторге басылып қалғанда екеуі мысалы. Сол кезде сол денесін шығарып атты. Прям менің көзімше. Мен ана жерде машинам бүйтіп тұр. Ана жерде спасательдер сол трактордың астынан денелерін шығарып атыр да. Когда видели, что вода большая уже подходит, начала паника. Паника в чем? Паника из-за того, что Кульсары ушел, и люди знали, боялись этого. И они начали уже свои районы защищать. Помните, район отдельно пошли, Самал начали защищать, каждый свой район начал защищать. Я помню, как Киевкрай выходил, свой район укреплял, Авангард свой район укреплял, Римбаза, все, Балыкши, там все, каждый район начали укреплять. Была паника, действительно. И не хватало мешков, я помню, там все звонили. Рахмет, конечно, и компании все присоединились. Бөгет соғып отырған жігіттерге таңғы шайларын беру үшін үйден таңғы 4-4:30-да тұрып, 5-те сол бөгеттің басында болатын едік. Палаткамыздың басында. Себебі ол жерде тоқ жоқ,
газ плита деген тағы жоқ, қазан, оған отын жарып, ана қазанды қайнатқанша да біраз уақыт өтіп кетеді ғой. Сол үшін таңмен барып біздер сол 5-те сол жерде боламыз. 6-ға дейін, 7-ге дейін біздер таңғы шайларын беріп, күндіз жұмысқа кететін адамдар бар, түнімен жүріп, күндіз жұмысқа кететін адамдар, біз соларды шайларын беріп жіберетін едік. Сосын жаңадан үйлерінен таңғы шайларын ішпей келіп жататын жігіттер бар ғой, оларға сол жерден таңғы шайларын береміз де, сосын бәрін беріп болғаннан кейін түскі астың қамына кірісеміз. Авангардтамыз, онкологический больницаның жанында. Атырау. Кішкентай балдарды көріп тұрсыңдар ма? 5-те, 6-та, 7-те, 8-те, 9-дағы балдар бар. Қолдарынан күрек жібермей, тәулік бойы жұмыс жасап жатырмын жерде. Шаршадым, үйге барам, жасағым келмейді деген әңгіме жоқ қой. Әрқайсысы көздері жанып тұр да, көздері жанып тұр. Жаңа балдармен сөйлесіп жатсам, қаланы бермейміз деп тұр ғой. Мынандай болашақ бар елде, болашақ міндетті түрде болады. Мына балдар біздің болашағымыз. Басында енді бір 50 адам болды, жайлап көбейе берді. 100, 200 деп. Аржағында уже 300-400 адамға дейін жүрдік жағады. Бөлініп, сосын банағы біздің жақ бітіп отырады ма, жайлап жұмыс азая ма, ар жаққа кетеміз. Бөгет соғуға барғанда да әңгімеміз тек қана су жайында болатын. Бір-бірімізге мұңайып қарайтын едік әңгімеміз. Не болар екен деп. Сұрауға да қорқамыз, сыбырлап сұрайтын едік қой, бастапқыда. Абсолютно весь город, я еще раз говорю, просто общими усилиями мы вытянули этот город. 5 сәуірден бастап 13 сәуірге дейін біз сояқта құтқару жұмыстарын атқардық, бөгет салу жұмыстарын атқардық, су сору жұмыстарын атқардық, тағы да құтқару жұмыстарына жататын жұмыстарды атқардық. Бұл жерде енді Миялыдан келген 18 адам бар, сосын сол Миялыға 31 күн қосылған где-то бір общий санын айтатын болса где-то 60 шақты жеке құраммен Құлсарыға келдік, сояқта жұмыс істедік. Сол ЧС-тің жігіттері қаладан келген, да? Қаладан келген ЧС-тің жігіттері, өзіміздің өрт сөндіру бөлімдерінен жиналған, әр районнан жиналған. Бастапқыда үрей болғанмен бір 15-20 күннен кейін ба үрей сейілді. Себебі мына халықтың ұйымшылдығын көріп, мына жастардың кәдімгі жанқиярлықпен еңбек жасап жүргенін көріп, мына кәдімгі жан таласып бөгет соғып отырғанын көріп, бізді ешқандай да су алып кете алмайтын біздің қаламызды мен іштей түсіндім, түйсігім сезді. Сөйтіп, сол составпен Құлсарыға кеттік. Жаңағы 5 мен 10 аралығында сояқта жұмыс істедік та. И қалаға жіберді біздерді сол составпен. Қалған су соратын бригада олар қалды Құлсарыда. Олар енді примерно 3 ай сояқта жүрді. Жұмыстарын жасады, су сору жұмыстары, чисто су сору жұмыстарын жасады. Құлсары, когда под воду ушел полностью, тогда они уже даже и то ЧС не объявляли здесь в городе до сих пор, в Атырау. Кейін бұл жұмыс басталғаннан кейін төтенше жағдайды жарияламау деген мәселе орын алды. Өйткені облыстың 2 ауданында төтенше жағдай болды, бізде уже Жылой мен Қызылқоғада. Төтенше жағдай деген ауыр естілгенмен де бұл негізінен белгілі бір құқықтық режим болып табылады, заң тілмен айтқанда. Бұл кейбір әрекеттерімізді жедел атқаруға мүмкіндік береді. Соның ішінде мысалы жаңа айтып отқандай қызметтерді сатып алу, енді конкурстармен бір нәрсені сатып алу үшін, бір қаламсапты сатып алу үшін біздер кемінде бір аптадан 3 айға дейін процедураларымыз бар. Сондықтан да жаңағыдай қапшықтарды сатып алу, белгілі бір техниканы жұмылдыру сияқты жұмыстар үшін сондай правовой режим керек болды. Облыс әкімімен ақылдаса отырып, біздер облыс көлемінде төтенше жағдайды бердік сәуірде. Бұл бір жағынан кейбір адамдарға үрей де болды. Есінде сол күні көптеген азаматтар соғып, біздер кетуіміз керек шығар. Енді білесіздер, ешкімге жасырын емес, авиакомпаниялардың бағалары болды. Кейбір заттардың қымбаттауы болды. Мысалға төтенше жағдайға жарияланғаннан кейін қаладағы ірі сауда орындарының бірі, желінің бірі тамақ сатумен айналысады. Келіп біздер жабыламыз, біз немізді құтқаруымыз керек деп. Бұның жабылуы айналып келгенде тамақтың дефицитіне алып келуі мүмкін. Бұл дегеніміз тағы паника, тағы да бір
хаостың қоғамда пайда болып кетуін алып келуі мүмкін. Сондықтан да естіген бойда сол компания басшыларын шақырып алып, құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып біздер ескерту жасадық. Өйткені сіз жабылсаңыз арты қоғамдағы тәртіпсіздікке немесе жаңағы паникаға, бірдеңенің қирауына, басқа да нәрселерге алып келуі мүмкін. Сондықтан да біз сіздерге көмектесеміз, егер де бір қауіп болса қорғалуға, басқаға, бірақ сіз мүлдем жабылмауыңыз керек. Адамдарға ең алдымен азық-түлік қолжетімді болу керек деп сөйтіп, ана кісілермен сөйлесіп, оларды кішкене тыныштандырып, сол жұмыстарын жалғасуға мүмкіндік берді. Этими действиями начали копать каналы, взрывать каналы, чтобы течение пошло. И строить дамбы. Это жители полностью все объединились и начали строить дамбы. И все же видели, как вода была вокруг города. В сторону Индии ехали, трасса, мост снесло. Соколок. Все видели, какая вода большая стояла. Если бы эту дамбу не поставили бы, если бы это ЧС не объявили бы, вода бы зашла в город. Күлген кездерімізде, ұрысып қалған кездерімізде болып, бірмен келіспей енді, банаған жерде енді ажата жолы отырды басында. Бірақ сосын сейілді одан. Уже командный жұмыс басталып кетті да, уже үйреніп кетті, ет қызумен уже. Балдар уже бәрі білет. Қаламызда төтенше жағдай жарияланғаннан бастап Авангард ықшам аудан тұрғындары мен облыстық аурухана қызметкерлері жаға бекіту жұмыстарына атсалысуда. Көп рахмет қалалық әкімшілік тарапынан келіп отырғандарыңызға. Үкіметтің тарапынан қаптар беріліп жатыр, күректер беріліп жатыр. Соны осындай баладан бастап шағаға дейін таңның атысы, күннің батысы бәрі жұмылып көмектесіп шаруа жүріп жатыр, қарқынды жүріп жатыр. Біздер Авангардтың еріктілері болып, азамат жігіттер, әйел адамдар, семьяларымен, жанұяларымен келіп, сол Рембаздан бастап бері қарай келе жатырық. Енді шақырыммен айтатын болса, шамамен 3 шақырым біздер алып келдік. Бәріміз бір үйдің баласындай, кеше көріп жатсыз, желіден 5 жастағы балаға дейін қолында күрегі бар, күні-түні мамасымен жұмыс істеп жатыр. Осы қаланы аман алып қалу, үкіметпен бірігіп, үкіметке көмектесіп, тұқытері мына жерде қол күші әлі де керек. Осы жігіттерге келіп, қолдарына күрек алып көмектессе екен. Қалаға біздерді АПЭК колледжінің жатақханасына жатқызды. Приказ күтесіңдер деді. Махамбетке немесе Индерге кетесіңдер деді. Приказды күтіп жатқан кезде уже қаладағы штабтың бұйрықтарына бағынатын болдық қой біздер уже. Біз АПЭКте жатқанда уже маған бөлінген команда болып, ол 45 адамдай команда болды. 45 адамның сондай бір адам болды менің командамда. Біздерді Береке ауылына жіберді. Аудандарға келетін болсақ, Махамбет пен Индер ауданында жоғары қауіп болды, бірақ салыстырмалы түрде алатын болсақ, Махамбетте қауіп жоғары болған шығар. Өйткені Махамбет Индерге қарағанда ойпатта тұр, төменірек тұр. Барлық елді мекендерінде де қауіп туындады. 20-ға жуық ауылы бар ол жерде елді мекен. Бәрінде түбегейлі қоршауды қажет етті. Бұл жерде де махамбеттіктер үлкен ерлік көрсетті деп есептеймін. Тақандай кішкентай балдардан бастап, үлкен әжейлерге дейін, тіпті Махамбетте бір ауылында жаңағы итке дейін көмектескенін жақсы білеміз. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, қоңыр салқын төс қалмай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Біз Берекеге бардық, элементарно память Ильича. Оның сол тоже тұрғындар жүрді қастарында. Каждый акиматтан бөлінген координатор жүрді қастарында. Погрузчик, КамАЗ, уже бизнесмендер КамАЗдарын берген. Там әркім тоже жұмыс қайнап жатыр қалада плотно.
енді нақты санын айтып қиын болатын шығар, дегенмен де шамамен сәуір айында күнделікті негізде 20 мың мен 30 мыңның арасында атыраулық осы жаға бекіту жұмыстарымен айналысты. Бұрын соңды бұндай қоғамдың бір бірігіп елімізді, жерімізді қорғаймыз деген бір ынтаны мен бұрын соңды көрген жоқпын. Бұл бізге үлкен ынта беріп жұмыс жасауға. Адамдардың бәрі жұмылып еңбек етіп жатқандығын бұл мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар үшін үлкен бір мотивация. Күнде танымайтын азаматтар келіп, біз қандай көмек көрсете аламыз деп бізге хабарласады. Біз қай учаскеге барайық, біз не істейік, қаншама жаңағы кәсіпкерлер шығып жатыр, жағдайы бар азаматтар шығып, біз қандай көмек көрсете аламыз, не алып беру керек деп. Бұл үлкен бір қоғамның энергиясы болып, дұрыс бағытқа жұмылған. Сөйтіп сәуір айы бір еңбектің айы болды десек те айтқым келеді. Біздер мейлінше өз күштерімізді жұмылдырдық, жұмысты ұйымдастыруға тырыстық. Жүрген кезде біздің бригаданы горячий точка дейді ғой, сондай жерлерге жібереді. Сөйтіп қалада жұмыс жасап жүрген кезде Талдыкөлге, сосын Сарыешыққа жіберді біздер. Сол жақта угроза болады деді. Бар деді. Қалада, кстати, айтып кететін жағдай, солдаттарда тоже жұмыс жасады. Біздермен бірлесіп, халықпен бірлесіп, тоже солдаттар жұмыс жасады. Жалпы облыс көлемінде жайықтың бойында 500 километрден астам бөгеттер жасалды. Ал қаланың өзінде 200 шақырымнан астам. Өйткені жаңа карта көрсеткендей, су өзінің арнасымен келмейді, су Махамбеттен төмен Прикаспийская низменность дейді, соған келгенде су жайылып кетеді, шамамен 20 километр енмен келетіндігі түсіндік сол сәтте. Соны әлдер айтсақ, көп адамдар сенбейді. Біздер енді мейлінше сол кезде математиктарды, мамандарды штабқа жұмылдырдық. 2 университеттің ғалымдары келді. Сол сәтте үкіметтің мүшелері келе бастады. Білім министрі, ғылым министрі келді бұл жерде. Үкімет басшыларының, мысалы, орынбасарлары байланыста отыр. Маған есімде бірнеше рет Тамара Дүйсенова деген телефон соғып, қандай да бір көмек керектігі жөнінде байланыста отырды. Басқа да компанияларда айтпаған. Сөйтіп біздер ақпараттық жұмыстың маңыздылығын түсіндік. Су расымен де қауіпті көлемде келеді, бірақ қазіргі атқарып жатқан жұмыстарымыз құтқаруға барлық жағдай жасап жатқандығымызды. Өйткені сол сәтте кейбір халықты қорқытыратындай мәліметтер тарады. Мәселен, белгілі бір жаңа Атыраудың үстін толықтай суда жатқандығы туралы бір карталар тарады. Біреулері шынайы болады, біреулері белгілі бір институттар дайындаған деп. Дегенмен де кімге сенер, кімге сенбейтін түсіну қиын кездер. Сол жер кезде өз-өзіңді белгілі бір сабырлықта ұстау қиын болды расымен де. Өйткені біздер ең бастысы халықпен шынайы болғымыз келді. Сол үшін ашық болуымыз керектігін түсіндік. Штабтан ешкімді шектеген жоқпыз. Әкімдіктің жанындағы бір үлкен залға орналастырдық. Әр адам келіп, өз сұрағын қойып, жауабын алатындай жағдай болу керек. Өйткені біз жауап қалатын болсақ, бізге кедергі жасамаңдар, біз жұмыс жасап отырсақ, адамдарда сұрақтарына жауап болмайды. Ал жауап болмаған жерде сенімсіздік пайда болатынын түсінгеннен кейін әр адам келіп өзінің жауабын алатындай жағдай жасады. Потом ехал, объезжал места, где люди говорили, что вот здесь дамба слабая. Ехал и оповещал всех ответственных, которые за каждым участком были ответственны. Я с ними был на связи. Вот. Где-то что-то не хватает, выходили на спонсора. Потом же гуманитарная помощь со всего Казахстана шла. На склады заезжали. Ну, там Айгеру Зараденқызы была ответственная. С ней были на связи. Там у них волонтер тоже большую работу она провела там. Очень большую. Тағы да бір маңызды мәселе, бұл жаңа айтып өткендей, көмек қолын созған азаматтар көп болды. Соның ішінде басқа облыстардан, басқа елдерден, тіпті бір кездері біздер жаңа түсіп жатқан гуманитарлық көмек, киім-кешек, тозбайтын тамақ, жарық беретін жаңа генераторлар, алғашқыда біздер келгендерін аудандарға, Құлсарыға жіберетін Құлсарыға жіберіп, кейбір нәрселердің жаңа резерв болып Махамбет, Индірге жіберіп, кейбір нәрселердің Атыраудағы жаңа бекіту жұмыстарына атсалысып жүрген азаматтарға жібере бастадық. Бірақ кейін бұл өте
көлемде болды. Сондықтан да біздер бұл жұмысты жүйелеуімізді талап етті. Яғни бір жерге оның бәрін қабылдап, есебін жүргізіп, қажеттілікке сәйкес бөліп, және бұл жұмыстарды өте шұғыл ұйымдастыра білу маңызды болды. Сол сәтте біздер қаланың ішіндегі көрме орталығы деген ғимарат бізде бос тұрған, соны гуманитарлық орталық құрылып белгілеп, ол жерге бізде әкімдіктегі әріптесіміз Әйгерім Жәрдемқызын жауапты қылып бекітіп, еріктілер жинап, тәулік бойы келіп, фурамен гуманитарлық көмек келіп жатты, оны түсіру керек болды, оны бөлшектеу керек болды, оны сұрыптау керек болды, оны қай бағытқа кететіндігі жөнінде есеп қисабын жүргізу керек болды, оны қайтып тиеп бөліп жіберу керек болды. Сондықтан да бұл үлкен бір жағынан жауапты, екінші жағынан өте ауыр жұмыс. Сол жұмыстар нәтижесінде дұрыс ұйымдастырылды деп білемін. Сырттан ЧС-ті көрген адамдар в основном андай да официально все, бәрі официально. Ал внутри что происходит деген сияқты сұраққа мен сол өзімнің TikTok арқылы жауап бердім деп ойлаймын. Балалар жұмыс істеп жатырады. Жұмыс істегеннен олардың жұмыс істегеннен кейінгі өмір қандай деген сияқты да. Мысалы тамақ ішкендерін ешкім білмейді, қандай жерде тамақ ішатқанын білмейді деген сияқты. Қандай жерде демалып жатқанын білмейді. В целом олар бізде адамбыз ғой, по идее. Бізде простой народпыз ғой, по идее. И вахтовка машина. Соның ішінде бәрі ұйықтап жатыр. И андай мен отырмын и смотрю на них, қарап отырмын да. Шаршаған действительно, балалар шаршаған. Ешкімнің бір-бірімен сөйлесетін хәлі жоқ. Кто как поместился, куда поместился, солай жатыр да. Самый главный поспать деген ой ғой тек бәрінде. И мен қарап отырмын да, блин, мынаны бәрін білмейді ғой негізі не болып жатқан деген сияқты да. Жаңалықтарда просто бәрінің қапшыққа сатқан көрсетеді. Жұмыс істеп жатқан бәрін көрсетеді, а на самом деле болғаннан кейін деген сияқты. И я решил просто отснять. Көрсеттім, түсірдім өзіме деген сияқты. И андай қайда жатыр батыр рух деген ойлаймын. Просто тасқынның кезінде ауызбіршіліктің көрсетуі бұл адамдардың бір-біріне деген сыйластығын ұлғайтқандай болды. Мен енді ерекше деп біреуді атап өту қиын болатын шығар. Осындай азаматтар көбірек деп салыстыруға да болмайды, өйткені адамдардың ниеті бәрі шынайы болғанына көзіміз жетті. Бірақ енді осы қай жаңа атап өткен ауылдардың ішінде Бесіктіде үлкен азаматтар жүрді, үлкенде, кішіде көптеген азаматтар, Талғайранның бойында да үлкен жігіттермен таныстық. Жұмыстан келіп түнімен жаға бекіту жұмыстарына геологтар үлкен ұйымдасқан азаматтар болып, қаланың ішінде привокзальныйдың өзі микрорайондарымен бірігіп, Соколов каналы бойына жұмылдырған білеміз. Қаланың ішіндегі авангардтың жігіттері де қаланың авангардтан бастап жұмыскерге дейін жаға бекітіп кетті. Сөйтіп айтып отырмыз, қаланың қақ ортасында Чехов бір күні облыс әкімімен бетонканың бойын біздер мамандар таптырдық, геодезистерді алдырдық, технадзорларды шақырдық, сапалы және тиісті биіктікте болып. Қарасақ, қаланың қақ ортасындағы бетонканы күшейтіп жүрген, бетонканың үстінде дополнительно қапшықтар қойып, Чехов микрорайонының жігіттері екен. Үлкен де бар, кіші де бар. Біздер енді әдетте Чехов бір кішкене тентектеу ауданы деген ұғым бар, бірақ анау жерде сол тентек дегендердің бәрі расымен де нағыз өзінің елінің жанашыр азаматтар екендігін көрсетті. Көбіне еңбегі Атырау облысы, Атырау қаласы, бүкіл халықтың арқасы деп ойлаймын өзім. Солардың арқасы негізі алып қалған. Белгілі бір район жоқ шығар деп есептеймін, өзінің үлесін қоспаған. Барлық ауданның азаматтары, барлық микрорайонның, көшелердің азаматтары бірігіп, әрбіреулері өздерінің шағын штабтарын құрып, палаткілерін қойып, үлкен апа әжелер
оларға тамақ тағамдар дайындап, сондай үлкен елдің бір бірігуі болып, қауіптің алдында. Жүргеннен бізде 1 ай жарым жүрдік қой басында. Бөгетті толықтай соғып бітірдік. Қаншама техника жұмылдырылды, қаншама адамдар жүрді, мың-мыңдап адамдар жүрді. Бәрін болып, ертеңгіні келмей-ақ қойыңдар, мына палаткалеріңді бұзып, арттарыңды, мына шашылған жерлерді жинап кетіңдер деген тапсырма алғаннан кейін, ертесі күні келіп біздер палатканы бұзып, шашылып қалған баклажка, жыртылып қалған аяқ киім, сынып қалған күрек дегендердің бәрін жерді қазып, шұңқырға тастап, өртеп, бәрін бітіріп кеттік қой үйімізге. Енді ар жағында жоқ. Қорқыныш сейілді, үрей сейілді. Кәдімгі жайбарақат жүргенде бір күні Махамбет ауданы суға кетейін деп жатыр деп тағы хабарлады ғой. Тағы шошып кеттік. Негізгі жоспарымызды мамыр айының басына қарай орындадық. Яғни соғатын бөгеттеріміздің бәрін соқтық. Түрлі талдаулар жүргізе бастадық. Ресейліктермен байланыста болып отырдық. Келатқан су туралы көршілес облыстармен. Енді прикол ұстап жүрдік бана. Қашықтық қойып тастадық қой, енді су келмей қалса деген сияқты бір-біріне. Бірақ енді ол ойнайтын нәрсе емес. Біздер анандай ғой, енді құрып жатқанда сразу айттық та, жігіттер, су келсе енді мынау ұстаса ұстайды, ұстамаса ары қарай бірдеме етеміз деген сияқты. Пландар грандиозный болып бізде деген қатты дайындалдық та дата көшетін. Қайықтар дайындап қойдық қой дата көшетін. Үріп уже барымса екінші этажына көтеріп, чайкин моторымен, бензинімізді аулап, бәрін дайындап қойдық уже. Генератор, рация, фонарь, свет өшсе, су кіріп кетсе, болды біздер не істейміз. Енді су келмеген жағдайда енді айттық та, су келмесе, шүкір оғанда, вообще тіпті жақсы деп. Если бы даже было, мы не успели бы дамбу построить, да, я бы здесь один из тех людей, которые я бы здесь на лодке, я бы ездил здесь, до последнего ходил. Это чисто моя ответственность. Айда су неге келмей жатыр деп біреулер, оны да байбалам салып жатырды ғой. Мысалы, мен қуандым. Келмесе келмесін, есесіне біздің Атыраудың халқының осындай ұйымшыл екенін көрдім. Ешқандай мынандай халық барда бізді ешқандай жау алмайтынын түсіндім. Біздің еңбегіміз еш кетті деп ойламаймын. Себебі бәрібір су келді ғой. Бәрібір су келді. Әлі жатыр ғой судың әр жерде қалдықтары. Бұлай қаладан басқа жаққа қарай шыққанда, судың жағасымен кетіп бара жатқанда өзінде қуаныш сезімі билейді. Сол сәтте Құлсарыдағы тұрғындардың наразылығы басталды. Бұл наразылықтың болуын біз әбден түсінеміз. Бір айдың үстінде временный эвакуационный пункттерде, немесе ағайындарда, немесе мүлдем басқа елді мекендерде тұрып жатқан адамдарға бұл өте қиын жағдай. Ең бастысы, әлі бағалау бітпегеннен кейін олар шығындарын өтей алады ма, мемлекет көмектеседі ма деген сұрақтарға жауап алу. Сол сәттерде өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысы да өзінің тиісті ойларын айтып, толықтай шығын өтелетіндігі туралы айтқан болатын. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует. Мы эту ситуацию исправим. Главное не допустить человеческих жертв. Правительство обещает компенсировать ущерб. Президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что ни один пострадавший не останется без внимания. В МЧС сообщили, что заявления от жителей затопленных домов будут приниматься в течение месяца. Им выплатят компенсации. Тоже говорят жителям Кульсары и в акимате Жилыойского района. Сол сәтте бағалау жұмыстарының сәл темпін ұлғайту үшін әкіммен Құлсарыға жіберген болатын. Құлсарыда сол сәтте халықтың митингісі өтті. Қалтама түспейді. Неге третье лицо араласады? Үйді салып береміз. Мемлекеттің тарапынан өтелетін шығын әрбір азаматқа келтірілген залалды толық өтетіндей мүмкіндік беретіндігі жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Бірнеше күн созылды бұл митинг, бірақ нәтижесінде құлсарылықтар алғашқы ақшаларын алып, алғашқы көмектерін алғаннан кейін түсіне бастады, мемлекет оларды далаға қалдырмайтындығын. Сөйтіп біздер бір келісімге келдік десек болады.
Міндетті түрде мынау апаттық болған жаңа үй бұзылу керек. Біз жерін бәрін сіздерде қалдырамыз апа. Алмаймыз. Үйдің материалын бәрін өздеріңізге қалдырамыз. Алмаймыз. Қазір материалын бәрін қалдырамыз, алмаймыз. Бірақ тұрғын үй, қазір апа, жеткізіп алайын. Тұрғын үй бұзылу керек. Неге? Егерде ол үйдің астында ертең Құдай сақтасын бір зат болып қалып, жаман зат болатын болса, ол жауапкершілік сіздермен менің мойнымда болады. Бірақ дегенмен оценка, бағалау жұмыстары 3000-ға тарта нысанды сапалы, дұрыс, әділ ең бастысы бағалай білу керек болады. Және де біздер сол сәтте сол бағаланған қаражаттарды қосарлықтарға жеткізе білуіміз керек. Ол жұмыстарды ұйымдастыру бағытында әріптестермен бірлесіп жұмыс жасап, бұл сәтте енді өздеріңіз білетіндей 40 миллиардтан астам қаражат кәсіпкерлерден, демеуші компаниялардан жиналды. Ең алдымен халық қорынан 30 миллиардтай қаражат түсті. Самұрық қазына 7 миллиард ақша берді. Кеңес Ракишев 2 миллиард қаражат берді. Тағы да бірқатар компаниялар берген қаражаты 40 миллиардтың үстінде ақша құлсарлықтардың тұрғын үйіне келтірілген залалдарды толықтай өтеп шықты. Қиындықтар болды. Ойлар келді. Менде андай ой келді. Мені басқа офицермен ауыстырмай ма екен деген ой келді, короче. Типа, мен демалым келіп тұр уже, бастықтарға звондап айтсам, мені басқа біреумен ауыстырыңдаршы деп айтым. Басқа қалада жүрген офицерлар. Басқа қалада жүрген офицерлармен мені ауыстыруға болады ғой, негізі неге мен сөйтіп кетіп қалмаймын деген сияқты ой болды. Но мен өзім бағанағыдай өзімнің қасымдағы жүрген адамдарды жігерлендіріп, до конца деп жүрген адам бола тұра, өзімнің кетіп қалғаным мен үшін тоже қате болып саналдым. Типа өзімнің айтқан сөзіме өзім тұрмайын деп тұрмын ғой. Сол үшін мен өзіме конкретно шешім қабылдап тастадым. Сондай ой келген кезде Еркебұлан, без разницы, хоть июнь, хоть июль, хоть август, сен осы жерде жүру керексің. Пока они сами тебя не уберут отсюда деп бар ғой. И сондай өзіме сондай шешім қабылдадым да, и уже мен морально сондай уже өзіме сондай установка бергеннен кейін дальше уже ешқандай ондай ойлар мазалаған жоқ мені. Прям гордился этим. То, что я видел, что люди прям действительно поддержка была. Прям чувствовалось это. Без слова, прям выходили прям толпами людей. Просто мы весь город, с какой протяженности, сколько километров, сотни километров просто взяли за какой-то короткий период, окопались люди. Дамбы начали строить. Это же тоже, я не знаю, это прям большая сила, большая работа проведена была. Я еще шутил, там, можно этими мешками Астраханскую трассу нашу достроить после. Маусымның орталарына қалай басым көпшілік құлсалдай ақшаларын алды. Бір айдың ішінде, кейінгі бір айдың ішінде құрылыс жұмыстары, жөндеу жұмыстары қарқынды басталып кетті. 100-ге тарта құлсарлық ақшалай алмай, өздерің салып беріңіздер деген шешімге келіп, сол маусымда құрылыс жұмыстары да басталып кеткен болатын. Болашақ деген ауданында. Бұл құрылыста біздер сол құлсарлық компаниялар тарттырдық. Беделді, соның ішінде Теңіз кен орнында сапалы жұмыс жасап жүрген компаниялар 3 айдың ішінде өте сапалы деп айтуға болады. Бұл жерде тұрып жатқан азаматтарды өздері дәлелдеп айтар. Сапалы үйлер салып, осы қыркүйекте өздеріңіз білесіздер, осы құлсарлықтарға бұл үйлер табысталды. Енді мыңдаған адам үйлерін бұзып, басқа жерден үйлер салды. Көптеген адамдар өз зардап келтірген үйлерді жөндеп шықты. Айттым ғой, 300-ден астам кәсіпкерлерге де жалпы бюджеттен шығындары өтерді. 4 миллиардтың үстінде қаражат осы кәсіпкерлік нысандар ішінде мемлекеттен өтелді. Одан қалай мал шығындары болды, ауыл шаруашылығы өсімдіктердің шығындары болды. Сайып келгенде
демеушілердің көмегімен, мемлекеттік бюджеттің көмегімен, соның ішінде жергілікті бюджет, республикалық бюджеттің бәрін қосып соққанда, оның ішінде 12 шақырым жол істен шықты. Өйткені бұл жолдарды біздер жырып суды өткізу үшін. 2 балабақша жарамсыз болып танылып, 7 мектепке жөндеу қажет болды. Соның ішінде 1 мектеп апат болып танылып. Осы шығындардың бәрін санап шыққанда 100 миллиардқа тарта қаражат жалпы осы Құлсары бойынша шығынның көлемі болып есептелді. Қазіргі таңда бұл қаражаттардың бәрі өз шешімін тапты. Бұл алдымен мемлекет басшысының айтқан уәдесінің орындалуы деп есептеймін. 74 күн. Анық білем оны. 28 март. Вообще үйге барған жоқсыздар ма? Вообще үйге барған жоқпыз. 74 күн далада. 74 күн далада жүрдік. Анда мұнда қайда жүрді шайқалар жүрдік. Ана 45 адам бар қасында. Иә, 45 адам бар қасында. Мына халықтың ұйымшылдығын көріп, мына жастардың кәдімгі жанқиярлықпен еңбек жасап жүргенін көріп, мына кәдімгі жан таласып бөгет соғып отырғанын көріп, бізді ешқандай да су алып кете алмайтын біздің қаламызды мен іштей түсіндім, түйсігім сезді. Бір жақсы сабақ болып қалды бұл бүкіл Атырау халқына, өзіме де мысалға ауызбіршілігін көрдік біздің Атыраудың, что біздер көп нәрсені бастан өткізе аламыз, біздер шыдай аламыз, қолымыздан келетін дәлелдедік деп ойлаймын. Қазіргі таңда біз толығын айта аламыз, бұны ел болып төтеп бердік, бұл қауіпке қаламызды бірлесіп сақтап қалдық. Это, что мы прошли, вот, карантин, ну, вот, пандемию, Кантар, события, вот это полностью все, что вот, паводок, это да, полностью пережили. Я одно понял, то, что вообще атраусцы, они едины, объединяются быстро, народ, и все вместе это делают. Я не переживаю то, что если даже будет какой-то, не дай Аллах, конечно, какое-то опять событие, то мы опять же все соединимся, чтобы спасти наш город. И у нас вообще город, вообще ребята молодцы все. Абсолютно все, весь город. И госслужащие, тогда и акиматские, и все, и рабочие, и простые соседи, жители, все выходили. И все работали, все спасали город. Я очень рад, и я не сомневаюсь, что мы вместе всего добьемся.